Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Дүниетану сабағы құндылықтар ортақ тақырыбы аясында сабақтың тақырыбы біздің отбасылық бюджетіміз, біз адал елдің ұрпағымыз. Сабақтың мақсаты отбасылық бюджетті оңтайлы қолдана отырып, адалдыққа үйрену. Бірінші тапсырма. Жұптық жұмыс кластер әдісінде орындайсыздар. Тапсырманың нұсқаулығы. Отбасы бюджеті деген сөз естігенде кімге қандай ой келді? Отбасы бюджеті ата-ананың жалақысы, зейнетақы, шәкіртақыдан құралады екен. Екінші тапсырма. Отбасы бюджеті тіркесінің анықтамасын жазып ұсын. Отбасы бюджеті кесте түрінде бір айға жасалатын отбасылық кірістер мен шығыстардың есебі, отбасылық теңгерім, яғни баланс. Үшінші тапсырма. Пікірталас әдісі. Отбасылық бюджеттің кіріс бөлігі неде құралатыны туралы ойлан. Сыныптастарымен ойыңмен бөліс. Дұрыс айтасыздар. Кірістер тұрақты және ауыспалы болып екі түрде беріледі екен. Тұрақты кіріске жалақы жатады екен, шәкіртақы жатады екен, зейнетақы жатады екен. Ал ауыспалы кіріске сыйақы, ұтыс, басқа кірістер келеді екен. Және сіздердің жауаптарыңыздың арасына мен ақы алу деген сөзді де байқап қалдым. Ендеше ақы алу деген не? Қалай ойлап отырсыздар? Ақы алу бұл сыбайлас жемқорлық деген ұғым деп түсінулеріңе де болады. Сыбайлас жемқорлық деген түсінік параға сатып алу, пара ретінде коррупцион деген латын сөзінен шыққан. Рим құқығында коррумпере түсінік болған. Ол сындыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, жалғандау, параға сатып алу, құқыққа қарсы іс-әрекетті білдірген. Келесі тапсырма сатушысыз дүкен. Бейнероликке назар аударыңыздар. Бейнероликтен алған ойларыңды түйіндеп отырыңыздар. Biz adal yerden ұрпағымыз. Бұл бейне баяндағы балалардың іс-әрекетіне келісемін. Отбасыдағы кірген кіріс те шығыс та адал жолмен болу керек. Балалар, біздің отбасымызға кірген кіріспен қатар шығыстар да болады екен. Үйімізге кірген шығыс та кіріс те адал жолмен келу керек. Шығыстар жоспарлы, жоспарсыз болады. Жоспарлы шығысқа азық-түлік, коммуналдық төлем, күнделікті шығыс жатса, жоспарсыз шығысқа дәрі, айыппұл, шұғыл өңдеу жұмысы кіреді екен. Сонымен өкінішке орай
барлық әлем елдері сияқты сыбайлас жемқорлық Қазақстан Республикасында айналып өткен жоқ. Қылмыстың бұл түрінің біздің қоғамымыздың да барлық саласына тамыр жайып кеткені жасырын емес. Ең қауіптісі ол білім беру, медицина сияқты ізгілікті діттеген салалардан бастап құқық қорғау органдарына дейін бой көрсетіп жүр. Сабағымызға аяқталмаған сөйлем әдісі арқылы кері байланыс берейік. Саусақтың тұсындағы әрбір сөйлемді оқи отырып толықтыру жасасаңыздар болады. Сонымен 5 саусақпен кірген кіріс те, шығыс та адал жолмен болу керек. Назарларыңызға рахмет.